Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің арнама қош келдіңіздер. Бұл ас адамның арқауы арнасы. Бүгін біз көп қолдана бермейтін көкөністердің бірі кабачоктан котлет жасайтын боламыз. Алдыменен менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Кабачок пен картошкадан керемет дәмі тіл үйретін котлет жасауға болады. Нәзік әрі жұмсақ үлпілдеген котлет жасайтын боламыз. Осындай котлетті жасау үшін бізге 1 дана кабачок, 2 дана картошка, 1 дана сәбіз, 3 дана жұмыртқа, 100 грамм сыр, ірімшік, 1 дана пияз, аскөк, және тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш сияқты дәмдеуіштер қажет. Алдыменен 1 дана кабачогымызды алып, үккіштен өткіземіз. Үккіштен өткізіп болғаннан кейін тұзбенен араластырып, бір шетке 10 минутқа қойып қоямыз. Одан кейін картошкаларымызды да үккіштен өткіземіз. Шамаменен 10 минут өткеннен кейін картошкаларымызды сығып, үккіштен өткен картошкаларымызды осылай жақсылап сығып, барлығын бір шұңғыл ыдысқа жинаймыз. Барлық көкөністерімізді бір ыдысқа жинаймыз. Мінекей осылай жақсылап, суынан тазалап, суын жақсылап мұжып, ажырату қажет. Одан кейін кабачокты да осылай қолымызға алып, жақсылап сығамыз. Сөйтіп бір ыдысқа жинаймыз барлығын. Алдағы уақытта осы көкөністерден керемет котлет шығатын болады. Сәбізді де үккіштен өткіземіз. Сәбізде котлетке ерекше дәм береді, одан соң түсін де өзгертеді. Барлығын салып болғаннан кейін бір ыдысқа енді оның үстіне манный круппадан 5 ас қасықтай манный круппа қосамыз. Сөйтіп барлығын осылай жақсылап араластырып шығамыз. Пиязымызды да турап дайындаймыз. Бір кішкене пияз алдым, ұзынша етіп кесіп алып, одан кейін барлығын майдалап, ұсақтап осылай турап шығамыз. Ас көкті де осылай ұсақтап турап шығамыз. Бұл ас көк, пияз барлығы котлетке ерекше дәм беретін болады. Мінекей барлығын қосып жатырмыз. Сәбізді қостық. Енді жұмыртқамызды жарып ішіне саламыз. 3 жұмыртқа саламыз. Жұмыртқалардан кейін кішкене тұзымызды себелейміз, дәмдеуіштерін қосамыз. Кішкене қара бұрыш, қызыл бұрыштан да азырақ қосамыз. Енді әркім өзі біледі, кішкене ащылау болған қаласа көбірек салады. Біз енді үлкен ас қасықтың ұшымен ғана салдым. Қатты ашты болғаны бізге қажет емес. Енді осы салынған қоспалардың барлығын жақсылап, қозғап, араластырып аламын. Сырды да, ірімшігімізді де үккіштен өткізіп аламыз. Бұл ірімшікте котлетке ерекше әдемі дәм береді. Жаңағы тураған ас көгімізді, пиязымызды, ірімшігімізді барлығын саламыз. Тағы да жақсылап араластырып аламыз осылай. Жақсылап араластырамыз. Мінекей пиязымды салып жатырмын. Барлығын осылай жақсылап араластырып дайындап қоямыз.
кішкене салатный листтен де қосып жатырмын. Түсі әдемі болсын, әрі дәмді болсын деген ойменен. Енді бұл котлеттің ішінде барлық көкөністердің түрі қосылды. Әрі дәруменге өте бай котлет болады деп ойлаймын. Енді осы котлетіміз дайын болғанда батырып жейтін тұздығын дайындаймыз. Сметанаға сарымсақ салдым, аскөк салдым, сосын кішкене қара бұрыш себеледім. Сөйтіп барлығын жақсылап араластырып қоямыз дайындап. Өте керемет тұздық болады. Осындай тұздыққа батырып жеуге болады жасаған котлетімізді, немесе кетчуп дейді. Осындай тұздықтарға батырып жесеңіз, адамның тәбетін ашып, өте керемет болады. Отқа табамызды қойып, табамызды қыздырып, майын құямыз, майында қыздырамыз. Одан кейін жаңағы салмамызды осылай жайлап майға салып қуырып аламыз. Екі жағында аударып қуырып аламыз. Жақсылап пісіріп аламыз. Орташа отта пісіреміз. Егер қатты отта пісірсек, котлетіміз күйіп кетеді. Орташа отта жайлап, екі жағына ауыстырып отырып, осылай қып-қызыл болғанша қуырып аламыз. Өте керемет котлет болып жатыр деп ойлаймын. Мінекей котлетімізді пісіріп алдық. Өзі де өте тәбетіңді ашатын, аппетитный болып пісті. Түсі де әдемі болды, қып-қызыл болып әдемі болып пісті. Енді осы котлетімізді әдемілеп безендіріп, астына салатный лист қойып, үстіне котлеттерімізді салып, осылай керемет қылып безендіріп, дастарханға алып бара берсек болады. Бұл күнделікті үйде істеліне бермейтін ерекше салаттардың, ерекше котлеттің түрі. Көбінесе біз котлетті еттен жасаймыз, көкөністерден жиі жасамаймыз. Анда-санда осылай көкөністерден де котлет жасап жеп тұрған дұрыс. Бұл котлет көкөністерден жасалғандықтан дәруменге өте бай. Мінекей котлеттің арасын бөліп көрсетіп жатырмын. Әдемі болып пісті, таза пісті. Жеп көреміз, қазір дәмін көреміз. Мінекей тұздыққа батырып жеп көреміз. Дәмі өте керемет болып шықты. Мінекей немеремде дәмін көріп жатыр. Менің немереме ұнады. Мен жей алмайтын шығарым деп ойласам, тәтті болады екен ғой деп айтып жатыр немерем. Ең негізгісі балаларымызға ұнаса болғаны. Өте жақсы, өте керемет дәмді котлет. Назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Сау болыңыздар.